Өмір махаббат, мейірім, мұң, мүмкіншілік пен мақсаттардан тұрады. Ал сол өлшеулі өмірді мәнді де сәнді етіп өмір сүру үшін бізге не істемек керек? Бұл сұрақтың жауабын журналист Перизат Мырзахмет өзінің «Өмірдің аты М» атты кітабында толық жеткізіпті. Бұл кітап қазіргі таңда жастар арасында және TikTok әлеуметтік желілерінде өте жоғары деңгейде сұраныста. Кітапта автор өзінің басынан өткізген оқиғаларын айта отырып оқырманға ой салады. Сүйген адаммен қосыла алмаудың азабын айта отырып, сүймеген адаммен бірге өмір сүрудің ауыртпалықтарын да тілге тиек еткен. Кітап адам тағдырына арналғаннан кейін автор өзінің жетімдікпен өткен өмірі туралы да толғайды. Олай болса, қымбатты оқырман, жұрт қызыға оқыған кітапты сізде оқып, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Кітапты кітапханамызға келіп, немесе Бөкей мобайл қосымшасы арқылы тапсырыс бере аласыз. Біз сіздерді асыға күтеміз. Қайтесің жаранды ұлғайтып, мен бұрынғы мен емеспін, өз-өзімді алдайтын.